Сәлем баршаңызға, бүгін осындай керемет жаңа жылдық салат дайындайтын боламыз. Салат жаңа жылдың символы мандарины деп аталады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көре аласыздар. Бізге керегі піскен тауықтың төс еті, жұмыртқалар, сыр және де піскен сәбіз. Және барлығын майонезбен заправить етеміз. Және де бізге осындай пищевой пленка қажет. Тауықтың төс етін майдалап турап аламыз. Рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Тағы да басқа жаңа жылдық рецепттер болады. Жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Және сырды да дәл солай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді де үккіштен өткізіп, барлық массаға қоспай бөлек тарелкаға салып аламыз. Тауық, сыр және жұмыртқаға татымына қарай тұз қосып, майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Пищевой пленканы бір қатты тақтаның үстіне төсеп, үстіне сәбізімізді, яғни үккіштен өткізілген сәбізімізді жұқалап жайып шығамыз. 2 ас қасықтай қажет болады. Жаңағы жұмыртқалы етті массамызды алып, шарик жасап, қолымызбен, таза қолмен жасасаңыз өте әдемі шарик болады. Сосын соны жаңағы жайылған сәбізіміздің үстіне салып, видеодағыдай барлығын орап аламыз. Дөңгелек мандарин формасына келеді. Тарелкемізге жаңағы мандаринімізді пищевой пленкадан босатып саламыз. Мерекелік дастарханға қоярдан алдын бетіне осылай петрушкамен әдемі жапырақ етіп қойсаңыз болады. Егер петрушка болмаса, лавровый листті да қолдануға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.